Елестетіп көріңіздер. Жайлаудың желі ақынның шашын қимылдатады. Қара көк аспан аясында тау басындағы мұз бұлақ жарқырайды. Құс сайрап, алыс таулар үндесіп тұр. Ақынның қолында қағаз, бірақ бұл жай ғана қағаз емес, бұл тағдырдың шақыруы. Үстел үстінде НКВД-ның шақыру қағазы. Үй ішін бір түрлі үнсіздік басады. Әйелде Фатима даусы дірілдеп: «Ильяс, ыстық көлге қашайық, әлі үлгереміз», деді. Ал ол, ұзақ ойланбай, бір-ақ ауыз сөз айтады: «Бару керек». Осы сәттен кейін Ильяс Жансүгіров бұл үйге ешқашан оралмайды. Бүгін біз сіздерге оқулықта бір-екі сөйлеме ғана айтылатын емес, шынайы өмір сүрген, мінезі бар, қателескен, бірақ ешқашан өз ұстанымынан бас тартпаған Ильяс Жансүгіровтің бейнесін ашамыз. Суретшілер мен кітаптар бізге кейде бір бейнені береді. Көзілдірік киген, салмақты, сабырлы ақынның бейнесі. Бірақ бұл шындыққа сәйкес келе ме? Ильяс өмірінде ешқашан көзілдірік кимеген. Бұл тек суретшінің қиялы. Ал біз білетін Ильяс кейде дәуірдің, кейде бір портреттің ойдан шыққан бейнесі ғана. Біз бүгін сол бейнеден шығамыз. Көрермендерге шынайы адамды көрсетеміз. Кез келген уақытта өткір, мінезі бар, әділетсіздікке төзбеуші және ешқашан өз ойын жасырып қалмаған адамды. Ильястың өмірі тіпті есімнен басталуы ерекше. Туған кездегі есімі Қызыр Ильяс. Бұл есімді оған кіндік әкесі қобызшы Молықбай берген. Кейін ұстазы ағартушы Біләл Сүлеев Ильяс деп қысқартып ресми құжаттарға енгізеді. 1894 жылы Алатау бөктеріндегі Ақсу өңірінде дүниеге келген, бірақ балалық шағы мерекеге толы болған жоқ. 8 жасында анасынан, 12 жасында әкесінен айырылған. Өз жасында үлкен ауыртпалықты сезінген Ильяс байға жалданып жұмыс істейді. Мал бағады, егін жинайды. Жердің иісін, тау желінің үні мен дала үні жанына сіңіреді. Бұл ауырлық оның бойына бір қасиетті қалыптастырды: әділетсіздікке төзбеу, шындықты ашық айту. Ильяс жұмсақ, үндемейтін адам емес еді. Сөзге келгенде өткір, кейде ащы. Бір тойда атақты ақын қызбен айтысқа түседі. Айтыс қыз әкеле Ильяс қарсыласына айтар сөздері тойдағы жұрттың ашуын туғызады. Аузына жын ұрғандай сөз сөйлейсің, шайтанмен бірге түнеп шыққандайсың. Нәтижесінде айтыс төбелеске ұласып, Ильяс қудаушылармен бірге тойдан қуылады. Бұл оқиға бір нәрсені айқын көрсетеді: Ильяс ешқашан сөзін жұтып қалмаған. 1913 жылы әкесі оны Хасен молдаға оқуға береді. Бірақ молда шәкірттерді араб тілін дұрыс айтпағаны үшін қорлап, орамалмен тілін созып жазалайтын. Көп бала қорқатын, үндемейтін. Бірақ Ильяс шыдамады. Бірде Тұтқышбай деген баланың тілі ісіп кетіп, қатты азап шекті. Ильяс молданың әділетсіздігін әшкерелеп, өткір сатиралық өлең жазады. Және де оны мешіттің қабырғасына іліп қояды. Нәтижесінде оқудан қуылады. Бірақ бұл оның әділетсіздікке қарсы алғашқы ашық көрінісі еді. Ильяс туған күнін нақты білмеген. Құжаттарда 14 мамыр деп жазылғанмен өз аузынан шықпаған. Сәкен Сейфуллинмен Бейімбетпен келісіп, 1 мамыр болсын деп шартты түрде белгілейді. Табиғат оның өлеңіне түрі күш сыйлады. Мұз бұлақтар, күреңбел, текере жайлаулары тек фон емес, өмір сүретін әлем еді. Ол аң аулады, құс сауды, жел мен тау үнін тыңдады. Өлеңдерінде осы тіршілік пен күш көрініс табады. 1937 жыл. Алатау бөктерінде демалып жүрген Ильяс НКВД-ның шақыру қағазын алады. Фатима қашуды ұсынады, бірақ Ильяс таңдау жасайды. Шақырса бару керек,
деді. Сол кеткенен қайта оралмайды. 44 жасында кетті. Ілияс Жансүгіров мінсіз аңыз емес, ол мінезі бар, өткір, кейде қатал, бірақ ар ұжданынан айнымаған адам. Оны тек портреттен емес, тірі сәттері арқылы есте сақтау керек. Бұл бір адамның емес, бір дәуірдің шындығы. Осы жұмысты Назарбаев зияткерлік мектебінің 10 сынып оқушылары Балташ Жас пен Самет Ордәулет атқарды. Назарларыңызға рахмет.